Мектепке дейінгі ұйым кезінде үлгілік қағидаларға сәйкес ата-аналардың қажеттілігін ескере отырып, басшының бұйрығы негізінде ата-аналарға арналған консультациялық пункттер құрылады. Осыған сәйкес, Бегім ана бөбекжай бақшасында консультациялық пункт күнтізбелік кестеге сәйкес жұмыс жасалуда. Бүгін мен консультациялық пункттың жұмысын ұйымдастыру барысында ата-аналарға кәсіби кеңес бере отырып, балалардың физикалық, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамыту мақсатында көңілді жазғы сауықтыру жұмысын ұйымдастырамын. Балаларды таңғы қабылдаудан бастап, балабақшаға деген қызығушылығын арттырып, көңіл күйін көтеру, физикалық, танымдық, шығармашылық дағдыларын дамыту мақсатында ойын-сауық түрінде іс-әрекеттер ұйымдастырамын. Ойын бала үшін ойын емес, білім мен тәрбие негізін қалайтын басты құрал демекші. Ойын барысында балалардың айналадағы дүние жайында мағлұматтары кеңейіп, таным белсенділігі артады. Дұрыс айтасың, Раяна. Осылай біз күнделікті гүлдерді суарып тұрамыз. Мұз қатты болады екен, балам. Қазір біз мұздың да бояу арқылы түсін өзгертетін боламыз. Кәні қолымыздағы бояуларды алып, мен мұзды бояймыз. Осы ойындар арқылы жазғы сауықтыру кезеңіндегі сауықтыру шараларын қызықты әрі көңілді ұйымдастыру ол тәрбиешінің міндеті.